Сәлем достар, мен Нұрбаева Филзамын. Ал бүгін біз пластилинмен жұмыс жасаймыз. Мен бүгін бір продукты сондайлар, пицца, донер, короче, мен не қолымнан келеді, соны жасаймын. Ал біз қазір пластилинмен көрейік. Міне, ал ашамызда осы жерде уже пластилиндер бар. Новая упаковка. Мен бірінші хочу начать пиццу. Менде мында қоңыз жоқ, так что мен арандым. Бізде міне ондай не астына салатын мен қағаз салып алдым. Өйткені бізде газет жоқ. Қағазды міне аламыз, соны қиямыз. Ол үлкен де болмау керек. Міне осындай орны. Пиццалардың үлкен болса үлкен болады, кіші болса кішкентай болады. Енді осыны қыздырнамыз. Ол жұмсақ болып қалу керек. Ал енді біз осы жұмсақты дөңгелетеміз де пиццаның формасын жасаймыз. Бірақ менде ондайша жылған жоқ, так что мен кішкене жылытамын. Ал кімдікі жылынды, сол доңғалақ жасай берсін. Міне мен уже ыстып болдым, ал енді мен доңғалақ жасап жатырмын. Менде осындай домалақ болсын. Ал енді осыны мыжып соны басамыз. Пиццаның түріндегідей жасаймыз. Бірақ оны қатты да басуға болмайды, өйткені пиццалар ондай қатты болмайды. Осының ортасын қатты басамыз, ал шетінде олар нелер болады. Ал менде осы шеттерін істеуге не болмады. Мен өйткені оны істемедім, өйткені мен оны басқаша істеймін. Мен оны тарелка сияқты істеймін, бірақ оны тарелка емес. Ортасын қатты көп басам да, солай. Жаңағыдай қалдырып солай осыны томпайтуға болады, либо осыны басуға болады. Корточкасы сияқты пиццаның. Міне осындай пицца. Пока что бұл бір нәрсеге ұқсас, яғни пицца емес. Ол лепешкаға ұқсас. Лепешка біздің. Оны біз шетке қоямыз. Осы коробочканың үстіне қойдым мен. Басқа менде не жоқ. Ал енді біз сондай колбаса грибін істейміз. Бірінші мен колбасын істеймін. Міне осындай неден. И мен также помидор істеймін. Сондай кішкене қиямыз. И қалғанын қоямыз. Осында жұмсартамыз, өйткені бәрі жұмсақ болу керек, чтобы күшті істелмеу үшін. Ал міне мен қызыл пластилинім болды, жұмсарды. Енді оны екіге бөлеміз тағы да. Өйткені мынау
мына колбасага, ал бирөөү эмеге, помидорго. Ал мен bir помидор жасап болдум. Ким билмейт, сону көрмөй калдылар. Мен осуну доңгалтам солай. Мен 2 помидор жасадым, өйткені маған ондай жасадым. Эсесиңдер кичкентай меники мынаған сиятын болгон жана осы тестага, камырга. Сол үчүн эсесиңдер одан да кичкентай жасайтын болсом болот, бирок болот. Міне, сендер осыны дөңгелетесиңдер да. Ал сендер мен қазір осыны не істеймін, мынау колбаса. Міне осылай. Колбасаны да айналдырайын. Сендер колбаса сіз істейсіңдер, онда бұл өздерін білетіңдер. Колбаса ма, не ма? Міне мен помидор деңіз жасап алғым келді. Мен сендерге бір помидорды көрсетіп жіберейін. Осы дөңгелетем, сосын басасыңдар, міне помидор шықты. Ал соны сосын осы жерге саласың. Міне. Помидор дайын. Міне дайын помидорым. Ал енді осыны да дөңгелетеміз и басамыз. Екінші помидорымызды дайын. Ал енді сондай. Ал мен істеп қойдым. Мен яғни помидор істеген жоқпын. Мен колбасалар істедім. Менде осындай пока что шығады. Ал енді біз тағы үйірсеміз тұр. Оны тонкий кусок қастым. Мені оғын тұтқанына күлді болады. Осындай тонкий. Ал енді осыны тонкий болу керек. Ал мен міне сыр жасап қойдым, міне астына сыр қойдым, ал үстіне колбаса. Мне пока что неплохо получается. Реально было легко. Ал қазір осыны қастым. Бірақ та біз қазір осыны кішкентай корочка жасаймыз, осыны кішкентай майда. Осыны болды. Мен басқа нелерсін. Осыны маленький корочка. Осында енді осыны сендерді не получаем, осыны майда-майданы сойысыңдерді. Мен пока осыны жарайды маған. Өйткені это необычный пистолет. Ал енді келесі видеода сендер сіздер басқа да нәрселер жасағанды көресіңдер. Сау болыңдар достар. Пока. Комментарий жазуды ұмытып кетпеңдер. И лайк. Пока, достар.